және ол екі бала құрамы бойынша бір-біріне қарама-қарсы тұрады. Және екінші бала бірінші баланың арқасын көтеріп алуға тырысады. Қазақтың ұлттық ыдыстарына тоқтала кетсек, ең бірінші ошақ. Ошақсыз қазан асылмайды. Қазақ халқы құрметтеп, қазан ошақ деп атаған. Және тағы да торсық. Торсық, қымыз, тағы да басқа сүт өнімдері сақтауға ең тиімді ыдыс. Үшіншісі астау. Астаумен қазақ қонаққа, құрметті сыйлы жандарға ел тартады. Ұлттық құндылықтардың бірі ұлттық киім. Сол себепте біз қазір екі образдағы қызды салыстыратын боламыз. Бұл жерде бізде ұлттық киімдегі қыз және заманауи қазіргі өзіміздің киіміміз. бұл жерде ұлттық киімде бізде сырға, шөке бұйымдармен көмектесіліп, мына жерде киімде оюлар, қазақтың ұлттық оюлары және сәуір күресі, әшекейі. Ал заманауи қызда? Заманауи бізде өзімізде шалбарымыз және қысқа футболка, қазіргі замандағы очки. Бұл жерде ер баланың ұлттық киімдегі образы оюланған және үкілі жейдесі бар.